Сәлем баршаңызға. Қайырлы таң. Бізде сағат 8:30 болды. Арман оянды. Оянып мамасының қасына келді. Мамасы кофе жасап кітап оқып отырған. Арман да келді мамасының қасына. Қазір енді киіндіреміз. Сағат 9-да разгрузка бар. Үйдің қасынан келіп алып кетеді. Дерең әлі ұйықтап жатыр. Мен өзім ертерек оянып шаруаларымды жасап, кофемді жасап, енді кітап оқиын деп жатқан кезде Арман оянды. Тәтті, өзі тәтті. Арман, тәттісің ба? Иә. Тәттімін де. Тәттімін де. Сенің атың кім? Арман Эмре. Сенің атың кім? Арман, дұрыстап сөйле. Сенің атың кім? Арман. Қанша жасындасың? Еркелеп отыр, сөйлемей дұрыстап. Бізді бәрін біледі. Ерке тота, еркесі. Ерке тота, еркесі. Бай-бай де. Бай-бай. Мен сабаққа барамын де. Мен садикке барамын де. Жұмыртқасын жеп жатырмын. Мен де сумкасын дайындап жатырмын. Сумкасының ішіне қосымша киімдер қоямыз. Носки, труси, сосын жаңа кофтасын, трикосын, сосын мынандай міндетті түрде су ішетін осындай бутылкасын қоямыз. Басқа ештеңе қоймаймыз. Жұмыртқасын жеп отырамын. Садикте де таңғы ас береді. Неге садикке барғаннан кейін 9-дан өте таңғы астары бар. Сонда да үйден пока 10-ға жеткенге дейін қарны ашқанмасын деп осылай жұмыртқа жегізіп жіберем. Тем более ол жердегі жұмыртқалар кейде іші мынандай сарысы жасыл болып шығады дейді. Оны ұнатпайды ол. Сондықтан да бір жұмыртқа, әр бала бір жұмыртқа күніне жеу керек. Мынау сыр. Сырды да жақсы көреді. Жұмыртқаның жанында міндетті түрде сыр жеген жақсы көреді. Арман, дәмді ма? Дәмді де. Дәмді. Кеше Арманмен бірге осындай кекс жасаған болатынбыз. Как всегда, мына жағында үзілмен, мына жағында без. Үзілмен без жасаймыз да. Арман үзім жақсы көрмейді. Еще лимон согын қосамын мен. Осындай сары, жұмсақ, әдем болып шығады. Жұмсақ. Арман жақсы көреді. Дерең суды жақсы көреді. Қазір осыдан да жегізіп жіберем. Марқұм енемнің өткен жылы 24 декабрьде қайтыс болды енем. Енді 2-3-4 күннен кейін жылдығы болады. Соның берген гүлі еді. Мына жерден тағы шығып жатыр ішінен. Осылай өсіп жатыр. Суын, несін бәрін құямын. Мынау негізі ұзын болатын ғой былай. Сосын қатты ұзын болып кеткеннен кейін мен күйеуіме айтып кестірттім да осылай мына жерге отырғыза салдым. Мұның да уже шығып жатыр. Бұл да уже не беріп жатыр, жапырақ беріп жатыр. Мінекей мына жерде. Бұл да шығып жатыр. Мынаны негізі нефтема мына жерге біз қойып қойғанымыздың себебі мына қыз мына жерге шығып кете береді. Телевизорға қолында жаңағыдай қатты нәрселермен ұрып, сөйтіп бір-екі рет сындырып ала жаздаған телевизор. Сондықтан мен осылай қойып қоям. Енді балдар өскеннен кейін кішкене мына жерлерді әрлеп, не істейміз ғой, мынау нені де ауыстырам. Түріктер юнити деп айтады. Осында ауыстырам скоро. Мынаны да негізі бұл жерге қойғым келмеген жолдасымның жаңағыдай не қатты ұнатып алған несі екен жастық шағында. Сондықтан да осыны қойып қойдық. Мынау да ескі, жаңа папаларынан қалған не магнитофон ба сондай ескі кассетамен жұмыс істейтін.
Сондықтан да осыларды пока қойып қойдық. Енді балалар кішкене өссін. Сол кезде мына жерге декоративный заттар қоятын боламын. Әдемі бір жасайтын боламын. Негізі арман кішкентай кезінде тоже солай қоя алмай, енді арман өсе қоямыз скоро деп жаңағыдай күткен кезде арман уже өсті, енді ештеңе тиіспейді, ал ол кезде уже бір қыз туып алдым. Енді ол қыздың өскенін күтеміз бұйырса. Вот солай. Қаттандай декоративный заттар жоқ үйде. Кәдімгі классикалық үй біздікі. Бар Деренсудың 13 февральда 2 жасын толтырады. Сол кезде может омыраудан кесемін деп отырмын, омыраудан шығарам деп отырмын. Көріміз енді Алланың бұйырғаны болар. Да, қызым? Бірақ пока омыраудан шыққысы келіп отырған жоқ. Может, жазға қарай шығарармын. Кейде вообще омыраудан шығарып тастағым келеді, өйткені үстімнен шықпайды, осылай отырып алады, емгісі келеді. Отыра алмаймын вообще. Кейде қимаймын, шығарғым келмеді. Емсінші демек 2 жасқа дейін. Көреміз енді Алланың бұйырғаны болар. Әдейі жұмырта не? Алды. Nereye? Bitti mi? Yumurta bitti mi? Бізде сағат қазір қанша? 10-ға 10 минут бар екен. Далаға шығып бара жатырмыз. Мына қызды киіндіріп алдым. Қатты суық емес, сондықтан да мен ұзын қолды немен, свитермен осындай спортивка кие салдым. И осындай спортивный лосина кидім. Қазір аяғыма неге кроссовки кием. И Денису ойнап жүрген кезде мен де кішкене спортпен заниматься етемін. Сумочкамды алдым, ішінде кілт ақша бар. Міндетті түрде қолыма немді алып жүрем. Бүгін жұма, көп салауат айтуымыз керек. Сондықтан осыны тастамаймын қолымнан. Біз шығып бара жатырмыз. Камераны алған жоқпын, өйткені оны алып жүретін ондай не жоқ. Осы телефонмен бүгін түсіретін боламын далада. Біз далаға шықтық. Өте суық екен. Мен лосинамен тоңып қалдым кәдімгідей. Ой, суық екен. Қазір күн шығып тұрған жерлер жылы. Күн жоқ жерлер осындай салқын. Қазір күн шуаққа шығып, кішкене сол жерде жылынамыз. Арманды разлуска есімалда шығарған кезде как будто жылы сияқты еді. Алданып қалды погодаға. Содан кейін уже қалыңдау бірден кеп шығамыз. Мына жердің барлығы магазиндер. Күн шуақта паркке келдік. Деренсу, как всегда, осы неге шамын деп отырды. Міне уже күн шуақ. Күннің көзі болған жерлер жылы. Мына жерде таксидің остановкасы бар. Таксиді осы жерден шақырасың. Бізге үйден 10 минут, 7 минут ұзақтықта ғой. Мынау нелердің арқы жағы теңіз уже. Мынау екі көріп тұрғаныңыз домдар бар ғой. Соның арқы жағы уже теңіз. Теңізге бізден 15 минуттық жол. Күннің көзін көріп, кішкене жылынып қалдық қой. Қатты қалдым. Негізі Стамбул бұлай суық болмайтын, биыл қатты суық, ерте басталды. Деренкаға 2 штан кигіздім. Қалың, Деренканың үсті қалың, мен өзім жұқа киініп алдым. Өзімізде емес, осы балаларды ойнаймыз. Біз магазинге кірдік, сок алайық деп. Шемшетектер толып тұр. Көзің жауын алады, осындай тәттілер. Соктар мына жақта. Чипсы. Таңғы асқа арналған кітаптар бар екен мына жерде. Мен кітаптың қатты несімін ғой, фанатымын. Кітап көрсем балдарға ала берем. Ақшам тоқтап. Шетүрлі пудингтер, көптемір пудинг жеген жоқпыз. Пудинг алсам бекен. Семечка
килограмм, мына жерде 2 килограмм семечка бар. Мына жерде натуральный йогурттар бар. Там yağlı деген, 100% жирный деген. Мынандай йогурттар бар. Кіші. Мына жерде жартылай жирный деген, ярым yağlı. Йогурттың түр-түрі бар. Мына жерде тәттілер бар, әртүрлі. Дайын тәттілер. Супангл. Kinder. Мына жерде айрандар бар, неше түрлі айрандар. Мындай смузи бар. Мына смузилар өзім жасап ішемін үйде. Ананас, қияр, шпинат, алма. Өзім жасап ішемін үйде. Сырдың түр-түрі бар. Қандай түрі керек сіздерге? Мынандай түрі керек пе? Мынандай түрі керек пе? Лабне. Мынау лабне біздің не деп айтсам екен? Қаймақ сияқты. Лабненің түр-түрі бар. Қазір ашам. Мынандай сыр. Біз көбіне мынандай сыр аламыз. Ең жақсысы. Ал мынау соленый сыр. Брынза сыр деп атайды. Мына жерде сармай, неше түрлі сармай. Мынау юфка. Көбіне бөректерді, сигара бөректерді осы юфкамен пісіремін. Мынандай сигара бөрекке арналған осындай кесілгені бар. Ал мына жақта манты деп айтады, бізге пельмень. Мына жақтың бәрі суджук. Суджук деген бұл жақтың колбасасы, бірақ пісірмей желінбейді бұлар. Міндетті түрде пісіру керек, жұмыртқамен пісіреміз көбіне. Мына жерде дайын наггетсы бар, тауықты мысалы. Ал мына жерде зәйтүн, оливки. Неше түрлісі бар, ішінде андай әртүрлі начинкасымен бар. Без начинки. Қара, жасыл. Мына жерде турецкий шайлар. Biz mına şeylerden alamız. Çekmemde yasak var mı? Efendim? Video çekiyorum da. Ha yok. Ha, tamam. Arabanızı böyle hafif. Tamam. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Şimdi nişe türlü tatlılar. Her türlü. Мындай негізі вообще жоқ еді Түркияда. Қазір жайлап Түркия өзі жасап шығып жатыр. Біздің жаңағыдай не лапшаларды. Мына жерде уже подарочный нелер шығып жатыр. Жаңа жылға. Супермаркетте осындай нәрселерді сатады. Косметика. Не керек. Денеге шашатын спрейлер, иістермен әртүрлі. Клубничный дейді. Орхидея. Стамбулда көшелер мынадай. Bir жоғары түсіп, bir төменге, bir жоғарыға шығып, bir төменге түсесің осындай көшелер. Әсіресе мынандай коляскамен жүрген кезде қиын. Біз қайтып келе жатырмыз уже. Алатын затымызды алдық. Үйге қайтып келе жатырмыз. Жүрген жоқпыз бүгін 1 сағаттай, даже 1 сағаттан аз жүрдік. Сразу таңғы асымды дайындадым. Мына жерде зелендер бар, рукола бар, брынза бар, сыр бар, помидор, оливки и жұмыртқа. Жұмыртқаның барлығын мен жемеймін, Деринкада жейді. Үстіне кішкене осындай аштық бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Мынандай сүтсіз шай дайындадым. Осыны қазір жеп аламыз. Бізге ас болсын.